ақ көгінде далам қандай кең едің, шаттық тауысып көңілге өлең айтып келемін айхай. Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ айхай. Ақыл менен алдайтын мендей адам елде жоқ айхай 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 айхай. Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп. Ал біз сонда кім болғанымыз? Біз шайтан. Мен шайтанмын, сен шайтан. Мен тілімін, сен құлан. Жердің бәрін азғырып, Берекесін қашырдық, жақсы ойды бұздырып, жаман іске асырдық. жаман іске асырдық. Бірімізді біріміз Сыйламайтын біріміз. тыңдамайтын іріміз. Аха, мына екеуі қайдан жүр? Керемет шықты, ө? Өшір үніңді. Не болды? Ұйықтап жатқан шығар? Түрім өзі? Туы, түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. Қайтесің тірілтіп? Жата берсін. Кел бері. Түсіндің ба? Ес! Айбай! Ей, не болды саған? Неге тебесің? Өзің қой, құйрығымды бұл. Қол жағылау! Аптырақ! Кеп! Аптырма! Кеп! Бәрекелді! Қай жеңгенің менікі? Мынау не деп тұр? Кім бұл өзі? Қандай қырғын шайқас еді? Ей, неге тоқтап қалдыңдар? Ей, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой. Осы емес пе ортамызға от салған? Әссаған. Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой. Қарапайым несі? Әйгілі қу, алдаудан алдына жан салмаған, алдар көсем мен балам. Ой, дейт деген ай. Бізге де осындай жігіт керек емес пе? Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сонымен не демексіңдер? Менен сендерге не пайда? Былай, пәлен деген жерде түген деген ауыл бар. Сол ауылға барып... Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Өздерің бара беріңдер. Неге? Аш бала, тоқ бала мен ойнамайын. Асқазаным ас көрмегеніне 6 күн болды. Алдымен мені тамаққа тойдырыңдар. Тамаққа тойсам, барасың ба? Сөз жоқ, барам. Ой, ол жағын қатырамыз. Түлен? Ойбай қазан, ой қазан. Қасымызға. Кел қазан. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатарын айтыңдар. Ой, маған сол 5 табақ, 5 бармақ, 5 бармақ, қазы қарта, қазғарта, жау жая, 4 табаннан, 1 сабақ қымыз, 1 самаурын шай болса жетеді. 1 самаурын шай? Қалғаны керек емес. Айн момент. Сонымен түген деген ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасып тұр. Сондықтан сол ауылға барып, адамдарын азғырып, араларына іріткі салып, берекесін қашырып, қызығына қарқылайық. Мен ол ауылды білем. Бірақ оған жетем дегенше, шаршап шалдық бітеміз ғой. Енді не істейміз? Аяу жүргенше, бір-бірімізді арқалап барайық. дұрыс. Бірінші сен бізді арқалайсың, сосын біз сен арқалаймыз. Жоқ, оларың болмай. Тоқта,
Kayda kaçıp barasın? Onda men sendерге Çarik Marik oyunun үйретейin. Çarik marik? O ne böyle? Nağız şaytandardın oyunu. Жеңілгенің бірінші арқалайсың. Ал шайтандар, қимылымды байқаңдар. Құлығымды асырам. Мына құртты жасырам. Әле кетті домалап. Міне кетті домалап. Қабыңдар шобалап. Қайда кетті домалап? Men birinci. Жоқ, мен бірінші. Men. Жарайды, көрсетші таңдағаныңды. Мынау. Айттым ой таба алмайсың деп, құрт мына кеселің астында. Ха! Ал ұтылғандар. Шу! Кеттік. Барғанша бір өлең айтып берейін. Сол өлең біткенде менің кезегім келеді. Билеп жүр алдымда. Әллеулейлім, әллеулей, 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 әллеулейлім, әллеулем ой, әллеулейлім. Мына өлең қашан бітеді? Өлеңнің қайырмасына келді. Әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей. Taşlasan külenin gezeye geldi. Bellevleylim bellevley, bellevleylim bellevley, bellevleylim bellevley, bellevleylim bellevley, bellevleylim bellevley. Ey, köse, sen bizді алдап соқтың. Бізді не, ақмақ дейсің бе? Оу, ренжіп қалдыңдар ма? Ауылға да жетіп қалып едік қой. Қазір сазайыңды береміз. Mırnыңды бет. Сүйегіңді шаш тастаймыз. Бер таяғыңды, көрейік өнеріңді. Екеуіңнің біреуге жабылғандарың жұрттан ұят болатын шығар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір, жүр кеттік. Yat деген ne? Не қыласың? Шайтандарда ұят болмайды. Көше, тоқта, сен бізді тағы да алдадың. Таяқтарымызды алмастырайық. Жарайды. Жеңілген күреске тоймайды. Бірақ мынау жер шаң болып кетті. Далаға шығып төбелесейік. Көбейгеннен не пайда? Бірлік терек болмасын.
Зұлымдықты айла мен жеңе білуде өнер. Солай ма балалар? Ат өсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане көрейікші бізде. Ей, мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз деген сәби, осында екен ғой. Қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз. Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше сенің атың Мұқан. Ала ғой, айналайын, үше ғой жарығым. Қарны ашып қалыпты. Ой, тағалып келейін. Үше ғой. Батырларда туған анадан, ақындарда туған анадан, батырдына баша қазақтың, келдім мәне ғажап күн. Айналайын сендей балақтан, Тәңір берген көші бойында, жеңістерге жету ойында. Білектіге басын имей, жауырыны жерге тимей, армандарға алда ұмтылар. Күшіменен де, ісіменен де, көрсететін жігерін. Қайратымен де, айбатымен де, қорғай білген туған елі. Аңызға толы бабалар жолы оранды. Аңызға толы бабалар жолы ораны. Арада 2 жыл өтті. Өй, мұналар есейіп қалыпты ғой. Демек 3 жыл өткен. Бірақ бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Ей, Мұқан, қорадағы қойларды өріске айдаңдар. Кеттік, Мұқан. Болсаңшы. Шу қошқарым. Мұқан, қаш! Бұл не? Мәссаған.
Yürüsün, şürsün. Жаттығуда қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Ел Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш жарамын. Әкел, мен көрейін. Сен сияқты күшім болса. Ал қане, қызықты сәттерін көру үшін тездетіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп Мұқан ер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе? Ағайындар, сыртқа шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер. Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан! Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұқасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұқаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік. Арқаптар! Қане тар мені! Арқаптар! Қане ал қане! Қар! Арқаптар! Ал, көрсет өнеріңді.
Sen jönünde köp estuşi edim. Endi közümen görüp tenti boldum. Otardan kalagan koşkarыңды tаңdap al. Al özüň erteňden bastap meniň at koşşum boluga kalaýsyň. Men bilmeyim. Muhan keliste. Olay bolsa erteň kalaga jolga çygasyň. Екеуміз Мұханды қалай суырып алдық, я Мұхан? Енді қошқарымызды таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ жүркінің дәмін Снай. Өй, Мұхан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайт, кішінап ал, ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұған қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл-пәл арылап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Палуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табу. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегендей-ақ екен. Ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұхан, көмектес. Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Я, мықты екен. Керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға. Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет! Күресу керек пе? Қазақтардан арғасқан жігіттер бар. Құдайға шүкір. Жарайсың қаза! Бәрекелді! Алға қаза! Міне жеңімпаз!
Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті. Қош емес. Шарт бойынша ақша саған беріледі. Я, біз біргеміз. Әкеліңіз ақшаны. Сәлеметсіздер ме мырзалар? Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Көрдің бе Мұқан? Менімен жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Әне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып, ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ. Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қойайық. Бастаңыздар.
қазақ. Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ ешқашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 70-тен асқан қарт Қажымұқан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып, майданға берді. Сол үшін Сталиннен алғыс хатты алды. Қажымұқан атамыздың жеңістері ұрпағымыздың рухын мәңгілікке асқақтата беретініне сенімдіміз. Сендер де бүкіл әлем таныған Қажымұқандай балуан аталарыңды әрқашанда мақтан тұтыңдар. Отырар кітапханасында соғыс өнері туралы кітап бар екен. Сол кітаптағы сызбаны алу керек. Ұқтың ба? Жарайды. Бір жолын табармыз. Тоқтаймын деп айтпадың ба? Әке, жылқыларды көріп келдім. Бастау жақта жайылып жүр екен. Түнде шөп басына шық түсті. Демек, ауа райы жақсы болады екен. Оны байқағаның дұрыс. Айбол, бері келші. Иә, әке. Балам, енді саған білім алатын кез келді. Сондықтан бүгін Отырарға жолға шығасың. Сондағы ескі досым ұстаз ғой. Соның қолына барасың. Тамаша! Отырардан әкелген тәтті бәліштің дәмі әлі аузымнан кеткен жоқ. Жақсылап тоятын болдым. Баламысың деген ай. Жақсы білім алсаң, бар өмірің тәтті болады. Түсіндім, әке. Көзің бақырайып, сен кімсің? Қайдан жүрсің? Мен Айболмын. Атып алған олжамды алғалы келдім. Бауырым, құланбаш, қайдағы олжа? Елікті мен аттым. Жоқ, елікті қуатқан менің жебем. Мұрныңды бет қылар медім. Жарайды, жүр, көрейік. Мен құлаттым дейді ғой. Мәссаған!
Екі жебе қадалған ба сонда? Иә, екі жебе бірде қалай тиген? Енді не істейміз? Төбелесеміз бе? Сенің есімің кім? Атым Жанай. Белдескенде аты бұрам. Қалай болса солай. Олай болса, Жанай, біз бөлісті ата жолына салып көрейік. Ата жолы? Ол қалай? Қасымыздан ешқандай қара көріп тұрған жоқпын. Мысалы, сен қай жыл туылдың? Барыс жылы. Менде барыс жылы. Ал қай айда? Наурыз. Мен жаздың шілдесіне дүниеге келіппін. Демек, ол жаз сенікі. Қалайша? Сен менен 3 ай үлкен екенсің. Ал бізде жас үлкенге жол береді ғой. Тоқты. Жоқ. Айбол. Бұл әділетсіздік болады. Екеуміз де құрдас екенбіз. Олай есептегеніміз дұрыс емес. Енді не істейміз? О, таптым. Ешкі бақтым. Сен қайдан боласың? Сонау Қаратаудан. Сіргелі жайлауынан. Демек, олжа сенікі. Өйткені сен қонақ екенсің. Ал қазақ қонағын сыйлаған. Ал сен қайдан боласың? Қаратау да емес, Алатау да емес. Тіпті Ұлытау да емес. Мен Келі Қазғұрт тауынан. Қазғұрт тауы бұл жерге жақын емес. Демек, сен де қонақсың. Жарайды. Ендеше бөліп аламыз. Келістік. Бірақ менің жебем тереңірек кірген сияқты. Мен отырарға оқуға барам. Онда екеуміз де мәз емес екенбіз. Менің де оқуға зауқым жоқ еді. Қымыз ішіп, ет жеп, кекіріп жүретін кездер қалды. Енді кітапқа шұқшиып отыратын болдық. Қасқырлар, қашу керек. Бір ғана қасқыр. Қазір мен оны атып алам. Жанай, қасқырлар жалғыз жүрмейді. Тез қашай. Қаспа, қазір мергендігімді тағы бір көресің. Айттым ғой саған. Жаңа сен қашайық дедің бе? Иә, қаштым. Жанай! Ши жануар. Кеттік. Мұнда керуендер неге көп? Неге бәрі сандалып жүр? Бұл Ұлы Жібек жолы. Күн шығатын жерден бастап, бататын жерге дейін созылған жол. Осы жол арқылы мыңдаған елдер бір-бірімен араласып жатыр. Өй, бәрі ерігіп жүргендер ғой. Демек біз сыр бойына жақындадық. Отырар да алыс емес болар. Иә, кет. Шу жануар. Айбол, әне, отырар көрінді. Келіп қаппыз ғой. Балалар, келіңдер.
екен үлкен. Мәссаған. Зәулім үйлерін қараш. Сен не мұнда? Бірінші рет келуің бе? Алғаш келуім. Олай болса мен саған отырардың талай жерін көрсетем әлі. Бұл жердің жігіттері мені жақсы таниды. Талайын сындырғам. Қысқасы, анау мұнау, талқан палау, тірлік-бірлік жасаймыз. Айбол, сен баратын үй қайда еді? Әкем, диірменнің қасында деген? Ол қалып кеткен албай жер ғой. Жарайды, онда сен тура кетесің. Осы жол диірменге апарады. Абай бол, ертең жолыққанша. Сау бол, Жанай. Әлі ұйықтап жатсың ба? Тез жүр, сені қаламен таныстырамын. Жүр енді. Қазір шығам. Әкелбесті. Сәл болмағанда өліп едім. Міне, кітаптың сызбасы бар бетін жыртып алдым. Өте жақсы. Тездетіп осы құрылғыны жасауға кірісеміз. Ай толғанда қалаға шабуыл жасайсыңдар. Соған дайын болыңдар. Ләппай тақсыр. Естігенімізді отырар әмірсіне айтайық. Бізге сене қоймас, баламыз ғой. Бірақ олар кітап туралы айтты. Соны іздеуіміз қажет. Жоспар бар ма? Бірінші, шапандағы кісінің кім екенін білуіміз қажет. Ал екінші қашу керек. Әрең құтылдық қой. Үшінші не? Үшінші, шапандағы кісіні жоғалтып алмау. Кеттік. Кет. Hoppa. Бұл кім болды екен? Білмедім. Хан сарайына кірді. Хан сарайы? Керемет! Демек хан сарайының қызметшісі болғаны ғой? Енді не істейміз? Бүкіл адамзатқа белгілі көптеген ғалымдар білгендерін келер ұрпаққа қалдыруды парыз санаған. Міне, мынау кітап. Бір ғана кітап. Ал білесіңдер ме? Осы бір кітап үшін қаншама ғалымдар бүкіл өмірін сарп етті. Ал сендердің қазір ғылымның қай саласы болса да тез меңгеруге мүмкіндіктерің бар. Сол үшін көп оқу керек. Ұстаз, соғыс өнеріне арналған кітап бар ма? Әрине бар.
майдан салудың өз жоспары, әдісі, мақсаты болады. Ол өз алдына бір ғалам. Алайда сендерге алғашқыда дүние таным, көркем сөз және математика сабақтарын алған дұрыс болады. Отырар әміршісі келеді. Ұстаз, аман есенсің бе? Әл-Фараби айтқандай, тәрбиелі білімді азамат, кемел мемлекеттің қазығы. Сондықтан білім ордасына алтын мен 1000 теңге бөлем. Әміршім, қазынаның ақшасын болмашы нәрсеге жұмсағаныңыз қалай? Одан көрі сарайыңыздың қамын ойлағаныңыз дұрыс болар. Жоқ, сарай күте тұрады. Алла разы болсын, әміршім. Жанай, біз соғыс өнеріне арналған кітапты табуымыз керек. Оны қайдан табамыз? Кітапханадан. Кеттік. Мәссаған, отырарда осынша кітап бар ма? Адамзаттың бар қазынасы осында. Әй, сенде қағаздарды қазына деп, бірақ жұрттар отырар кітапханасы деп шулап жүреді. Соны түсінбедім. Енді мынаның арасынан кітабыңды қалай табамыз? Қазір. Міне, мынау біз деген кітап. Дәл өзі, соғыс өнері жөнінде. Сендей қиялшыл баланы бірінші рет көруім. Кітаппен емес, қолмен соғысу керек. Мына жердің парағы жыртылған. Шауға ол үшін керек болды екен. Біреу қағаздан қайық жасап ойнаған шығар. Қане, келесі бетті көрейік. Міне, қамалға шығатын құрылғы. Олар осыны жасауда. Демек, біз әрекет жасауымыз керек. Не әрекет? Менде жоспар бар. Кеттік. Дайынсыңдар ма? Бәрі дайын. Сырдарияның бойындағы тоғайда. Қалың қол сақадай сай тұр. Күзетшілерді аластаған соң, от жағып белгі берем. Қалаға басып кіріңдер. Ләппай тақсыр. Жүр. Уақыт болды. Қақпаны жаба беріңдер. Бұл кім? Әжей, түнделетінде ағып жүрсіз. Сендердің жұмыстарың ауыр ғой балам. Кеше жайлаудан балғын қымыз әкелгем. Дәм татыңдар. Қымыз болса тартынбаймыз. Рахмет сізге қартана.
Сен кімсің? Кім екенімді тапшы қане. Ей, сен менімен жасырынбақ ойнайын дедің бе? Онда біліп ал. Мен сендей сатқынды жазалауға келген Жебірейілмін. Күшіктер, сендер екенсіңдер ғой. Қазір сендерді. Кеттік. Терлеріңді тірідей сыпырамын. Жанай, тез дабыл қақ. Отырарды бәрібір жаулаймыз. Бұл шаһарға мен әмірші боламын. Бастарыңды алмасын десеңдер, мені тез босатыңдар. Кәне, босатыңдар. Көңілімдегі күдік рас болып шықты. Оңбаған сатқын неме? Сен жазаңдаласың. Мұны ұстаған сендер ме? Я, біз едік. Жарайсыңдар, балалар. Бірақ алғысты кейін айтамыз. Қазір жауды қайтару керек. Қане әскерлер, ұрысқа дайындалыңдар. Жауды қақпаға жақындатушы болмаңдар. Олар мұны қалай жасады? Кітапханадағы сызбаны ұрлап оларға берген сіздің уәзіріңіз. Ой, залым. Әміршім, біздің оған қарсы жоспарымыз бар. Ол қандай жоспар? Қашықтығы 300 қадам, бұрыштама өлшемі 25. Атыңдар! Атыңдар! Айбол, білектен ақылдың күшті екенін енді түсіндім. Сол үшін саған рахмет. Қалай, кітапқа шұқшия отыруға дайынсың ба? Иә. Осылай, отырар қаласы жауға 6 ай бойы берілмей қарсылық көрсетті. Екі кішкентай балалардың тапқырлығы мен қырағылығы жау әскерінің бетін қайтарып, жеңіске жол ашты. Отырар халқының өз қаласын қорғаудағы көрсеткен көзсіз ерлігі бүгінгі ұрпақтың мақтанышы мен қайтпас рухының үлгісіне айналды. Бұл сенің тарихың.